Бисмилля деп бір әңгіме айтып берейін. Алланың рахметі, қандай керемет аламыз бар. Мынау тұрған Қостыра тауы, Бәйдібек аудандағы, біз Сайрам аудандағы жерде жүрміз. Бізден шамамен 20-25 километр шығатын шығар. Іздер жоқ, тап-таза әзірге. Мынау Қабанбай Батыр туралы бір естелік айтқым келіп тұр. Ол кісі 77 жасына дейін ба жекпе-жекке шыққанын, 73 жасқа дейін ба жекпе-жекке шыққан, 103 рет деп естідім. 103 рет жекпе-жекке шыққан. Сол кісінің Қубас деген керемет 35 жыл, 38 жыл ма мінген аты болған екен. Сол Қабанбай батырымыз бір күні ауырып жатқанда адамдар ай өтіп кетеді ау өмірден деп қиналып қалды дейді. Сол кезде сол Қубасты суытып дайындап қарап жүретін кісі келіп, Батыр аға, жақында тағы да жорыққа шығасыз ау, өйткені Қубас өз-өзін суытып тұр деп айтты дейді. Сол кезде Құдайдың құдіреті, Қабанбай батыр кішкене есін жинап, бойын тіктеп ала бастады дейді. Содан көп ұзамай орнынан тұрып, сол Қубасын мініп, тағы да бір жау шапқанда, жекпе-жекте жаудың батырын өлтіріп, елдің аман қалуына, жеріміздің аман қалуына себепкер болған дейді. Құдайдың құдіреті деймді. Өткен аптада, бір аптадай ауырып қалып, көп жерлерге бара алмай жүріп қалдық. Сонда осы әңгіме еске түскеннен кейін Құдайдың құдіреті, атты мініп, мыналар бірден көрді деймін. Атты мініп, бір айланып шауып келдік, қырға шығып. Құдайдың құдіреті, ертеңіне дым болмағандай, таңнан кешке дейін шапқылап тіршілігімізді жасап алдық. Жігіттер, атқа мінейік, атқа мініп тұрайық, атты ұмытпайық. Мынандай кең далаларды кезіп жүруді Алла тағала нәсіп етсін. Құдай қаласа, бұйырса осы Қостыраға, Қасқырға түсетін бір таза албасам, иттерімді сайлап, атымды сайлап, атпен бір-екі күнге Қостыра тауын айналып қайтуға шығамын. Иншалла, керемет бір сапар болайын деп тұр. Бұйырса, қазақтың тарихын айта жүріп, қасыма 4-5 жігітті алып қарулы мықты